Бірінші сұрақ. Осы сұрақты дұрыстап тыңдаңыз. Біз оны сатып алғанда ол қара болады. Ал оны қолданғанда ол қызыл болады. Ал оны қолданып болғанда ол сұр болады. Ол не? Уақыт кетті. Жауабы көмір. Біз оны сатып алғанда ол қара болады. Ал қолданғанда ол жанады. Сол кезде қызыл болады. Ал сөнгенде ол сұр болады. Екінші сұрақ. Джон қараңғы саяқпен келе жатады. Бір кезде оның алдынан біреу шығып оны ұрып кетеді. Джон бірден полицияға барады. Полицияға болған жайдың бәрін айтып береді. Және де көзінен көгерген шрамды көрсетеді. Полиция 3 күдіктіні табады. 3 күдіктіге қарап, полиция Джонды ұрған адамды табады. Ал сіздің ойларыңызша, осы 3 адамның қайсы Джонды ұрды? Уақыт кетті. Жауабы Джонның оң жақ көзі көгерген. Демек оны ұрған адам солақай. Ал осы жерден тек бір адам сол қолмен жұмыстанып отыр. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Сұрақ. Ломбардта ұрлық болады. Күзетші бірден есікті жауып, 3 күдіктіні табады. Бірінші күдікті айтады: "Мен өте бай тұрамын. Маған мұндағы әшекейлерді ұрлау керегі жоқ. Сондықтан мен ұры емеспін" дейді. Ал екінші күдікті атай: "Мен ұрлаған жоқпын. Себебі мен бұл дүкенге шатасып кіріп кеттім. Негізі маған киім дүкені керек еді" дейді. Ал үшінші күдікті ұшқыш: "Мен ұрлаған жоқпын. Себебі менің көзім өте нашар көреді. Қай әшекей қымбат, қай әшекей арзан екенін ажырата алмаймын" дейді. Күзетші осы 3 күдіктінің сөзін тыңдап, қай адамның ұры екенін табады. Ал сіздердің ойынша осы 3 күдіктінің қайсы ұры? Уақыт кетті. Жауабы: үшінші күдікті ұшқыш өтірік айтты. Себебі ұшқыш мамандығына көзі нашар көретіндерді алмайды. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Екінші сұрақ. Елдос суда қайықпен жүзіп келе жатады. Бірнеше минуттан кейін ол қайығының тесілгенін көреді. Бірақ тесік онда үлкен болмайды. Бірақ ол тесікті бітеу керек болатын. Ода тесікті бітейтін 2 зат бар. Біріншісі оның қайығының ескегі, ал екіншісі оның су ішетін стаканы. Елдосқа осы тесікті бітеу үшін не істеу керек? Уақыт кетті. Жауабы: Елдосқа ешқандай қайықтың ескегі де, су ішетін стаканда керегі жоқ. Ол жай ғана аяғындағы жасанды аяқпен тесікті бітесе болады. Суретке мұқият қарап, сұрақ белгісінің орнына қандай сан тұру керек екенін тап. Жауабы: сіздер соңғы суретке дұрыстап қарасаңыздар, соңғы суретте бір аяқ киім, және де 2 алмастап тұрған бір бала, және де тағы бір алма бар. Демек, оның жауабы 26. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Майкл бір бөлмеде қалып қояды. Бір кезде краннан сулар жайлап аға бастайды. Майклға кранды тоқтатуға шелек пен сыпырғыш бар. Судың деңгейі жайлап көтеріліп келе жатты. Майклға суды қалай тоқтату керек? Уақыт кетті.
Жауабы: Майклға жай ғана кранды жаба салса болды. Сол кезде су тоқтайды. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Екі көлік бір жолда келе жатты. Олардың біріншінің жылдамдығы 80 км сағатына, ал екіншінің жылдамдығы 60 км сағатына. Олар жылдамдықтарын өзгертпей бірнеше сағаттан кейін сол жолда кездесті. Бұл қалай? Жауабын білсең комментарияға жаза кет. Ал сұрақ қиын болып жатса, видеоны тоқтатып ойланып ал. Уақыт кетті. Жауабы: екі көлік бір жолмен келе жатса да, олардың бағыты өзгеше болды. Сол арқылы олар бір жолда кездесті. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге видеоны ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылып, қоңыраушаны басыңыздар. Яғни достар, осы соңғы кезде біздің каналымыздың видеолардың просмотры азайып кеткен. Сондықтан осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Олар да Айеменнің каналының видеосын көріп, мейларын дамытсын. Сіздермен болған Айеменнің YouTube арнасы. Қош, сау болыңыздар.